Сәлем достар! Бүгін мен сіздермен бірге бір жасағаннан шығатын безе дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз және де сахарная пудра, крахмалды міндетті түрде через сито өткізіп аламыз. Енді жұмыртқамыздың ағына секерді салып, водяной баняда араластырамыз. Секері ерігенше лопаткамен немесе венчикпен араластыруға болады. Водяной баняда қойып кетуге болмайды, тоқтамай араластырып тұруымыз қажет. Дайын болған массаны миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жылдамдығын көбейте отыра, жұмыртқа ағарып, өз формасын ұстағанша араластыруымыз қажет. Массамыз осылай ағарып, өз формасын ұстаған кезде миксерді тоқтатуымыз керек. Дайын болған меренгіміздің үстіне через сито өткізілген сахарная пудра және крахмалды қосып, массамызды басып алмай, жаймен лопатканың көмегімен араластырамыз. Дайын болғаннан кейін төртке бөліп аламыз. Одан кейін қалаған бояуларымызды қосып араластырамыз. Мен осындай кондитер қапшықтарын пайдаланамын. Безелерді осындай тефлоновый коврикте пісіруге кеңес беремін. Және таяқшаларды осылай қапшыққа бір-бір салып аласыздар. Әркім өзінің қалаған түсімен әдемі гүлдер жасап пісіруге болады. Мен көгілдір түспен гүлдер жасап шықтым. Безелеріміз осылай әдемі болып шықты. Қызып тұрған пеште 80 градуста 2 сағат, 2 сағат жарымдай пісіріп аламыз. Бір жасағаннан шығатын безені дайындауға кеңес беремін. Сау болыңыздар.